қысқасы оңтүстікке мінерге аты болмаған адамның солтүстікке келіп бір ауылды басқарар мүмкіндігі бар. Осы мүмкіндікті жоғалтып алдым. Бірінші басында бізде картошка ектік. Ол ауа райына байланысты дұрыс шықпай қалды өнім. Осының біздің нанымыз ол жерден емес екен. Иә. Екінші кәсібіміз қазмен айланысып көрдік. Иә. Қаз өте тиімді жұмыстың кәсіптің бірі екен жалпы. Бірақ ол да кеспеді. Кеспеген себебі қораға ит түсіп кетті. Онда талып кетті. Ер кезек үш дедік сосын. Осы ара келекші, омартаны көрекші бір деп омартаға келдік. Қазір Аллаға шүкір кәсібіміз алға басты. Жүріп жатыр. Өте тамаша. Жалпы негізі мына қаз жаңағы егер ит таламаған болса, онда қаз деген негізі берекелі зат болып тұр ғой тоже, да? Иә, ода атқот шықпайды екен. Жүні үстіне дейді, қауырсыны. Иә, қауырсыны. Иә, қауырсыны. Ол етінен де қымбат тұрады екен ол. Оның сосын іш майы бөлек сатылады екен. Ішінде тағы заттар бар, жүрек, бөтеке, сондай заттар бар ғой. Олар да бөлек сатылады. Олар бөлек сатылады екен. Денесін бөлек сатады. Денесін бөлек сатылады екен. Қысқасы айтқан кезде тудыра алсаң, жұмыртқасын жұлып, жүнін сатып, өлтіріп, өзін сатсаң да, қысқасы айтқан кезде қаз асырау деген өте пайдалы зат болып тұр. Бірақ өкінішке орай Нұрекенің қорасын бұрышы әлсіздеу болып, иттерге келіп, иттер өлтіріп. Неше қаз асырап едің негізі жалпы? Бізде 210 қаз, 230 қаз асырады. Иә. Содан 70 қалды. Сол алған шығынымыз сонымен жаптық қой жетісті. 70-пен сол шығынның бәрі кетті ғой. Өзімен өзі кетіп қалды, бізге пайда келген жоқ апа. Ал мысалы, енді өзіңнің кәсібің туралы, бал шаруашылығы туралы, балмен айналысу негізі сен бұрын соңды Маңғыстауда бал шаруашылығымен айналыстың ба, или бірінші бастап, бұлай бастап көрген затың ба? Әлде кішкене тәжірибең бар ма? Жоқ, Маңғыстауда ондай осындай табиғат жоқ қой. Ода қайда гүл түгел шөп жоқ Маңғыстауда. Осына келдік, ананы ойладық, мынаны ойладық. Осы араны көрейікші осы. Қалай болады екен деп. Сөйтіп ара тола іздестік бастады, қызығушылығын оянып бастады. Сөйтіп, осы мынаны істедім өзім. Ең алғашқы. Омарта қалды. Қолдан өзің жасадың? Өзім істедім. Осымен көрейікші деп. Бұл Аллаға шүкір пайдан дұрыстан әкелді. Келесі 50 өте жүрді. 50-ге шықты. Бірақ өзім жаңадан сатып алдым оны. Мынау қалды. Сөйтіп қазір 53 қылдық па? Жалпы негізі мұна енді қазақ малдың санын айтпайды, мен етпеді ол, бірақ дегенмен бетіп. Жауап берші, 1 килограмм балдың құны жалпы негізі қанша? Ең төменгі бағасы 2,5, 4,5 ба десін. Ол жаңағы сапасына байланысты ма балдың? Или сіз мысалы өзіңнің балыңның құны қанша мысалы? Мен бір өзім аса қатты сата бермеймін, 2,5 мен 3 мың арасында сатамын. 2,5 мен 3 мың арасында сатасың, халыққа қол жетімді қылып. Негізі бағасы одан да ешқандай қоспа жоқ, табиғи, таза, құнарлы шөптен алғаннан кейін, мынандай орманды, көлді жерден алғаннан кейін ол бал бөлек болады. Негізі Шымкенттің балынан да жоғары. Енді бір сұрақ, жаңағы 50 омартада толып жатқан мыңдаған араны сен қыста не істейсің? Қыста біздер өткен жыл Сарыағашқа қыстатуға жібергенбіз. Басқа облысқа жібересіңдер ме? Онда өзінің арнайы мамандары бар. Антибиотик жаңа дәрілерін береді, өздері қарайды. Онда көктем деген кезде май айларында, мамыр айларында бізге қайта әкеліп береді. Жарты ақшасын төлейміз. Ол сонда кәдімгі араның өзі ғана жылқы сияқты оңтүстік солтүстік таңдайтын болып тұр ғой. Мұнда қыс ұзақ. Сосын қатты аязамыз дейді. Жалпы негізі бұлай үлкен баздың ішін жылытып ұстаса негізі бола ма ол нәрсе, или тек оңтүстікте ғана болу керек пе? Жоқ, оңтүстікте ғана сақтау технологиясын қатты ұстану.
1-тен 101 нарынан бастау керек. Енді тағы бір сұрақ. Мысалы 100 араның 1000 ара болып көбейіп кету уақыты, өздігінен көбею уақыты қанша алады? Bir айдың ішінде 100 ара 1000-ға бірақ шығады, Мыңнан да жоғары кетеді. Өзі көбейіп айнала береді. Басында біздегі 4 рамка болып келеді. Bir айдың ішінде 24 рамка болады. 24 рамка ішінде 2 қапталы, сонда 48 болып тұр. 48 2 қапталы. Өте керемет. Қысқасы міне ағайын солтүстік Қазақстан облысына келесіздер. Келген кезде мен мына бәріне келетін азаматтардың бәрін айтам. Мына оңтүстік өңірлерден, мысалы батыс жақтан келетін азаматтар солтүстікке тек қана жаңағы бір үкіметтің беретін көмегіне қарап, немесе мына үкіметтік жұмыста істеген мұғалімдік тағы басқа бір дүниеліктің жалақысына ғана қарап келмеңіздер. Егер солтүстік Қазақстанға келсеңіздер, мына солтүстіктің беріп тұрған бүкіл мүмкіндігін пайдалана біліңіздер. Мысалы Маңғыстауда болсын, мына Сарыағашта болсын, мал бағатын, Қызылорда жақта да мүмкіндік жоқ. Оны өздеріңіз білесіздер. Дәл қазір уақытта міне бауырымыз өздеріңіз көріп тұрсыздар, бал шаруашылығын дамытып жатыр. Келіп қаз шаруашылығын дамытыңыздар. Одан кейін кәдімгідей бағанағы мына Кирилловка ауылындағы Темірбек ағам сияқты бие байлап, қысқасы айтқан кезде одан да пайда табуға болады. Қой өсіріңіздер, сиыр саудырып, оның сүтін өткізіңіздер. Қысқасы айтқан кезде бос жатпаңыздар. Егер бұл жаққа келсеңіздер, жерде еміп, еңбектеріңіздің жемісін көруге 100% мүмкіндік бар. Қысқасы, оңтүстікте мінерге аты болмаған адамның солтүстікке келіп бір ауылды басқарар мүмкіндігі бар. Осы мүмкіндікті жоғалтып алмаңыз. Келіңіз, біз сіздерді күтеміз. Тәуекел, теріскей бізге аманат. Ош! Журналист сияқты өнейін ғой. Сомдық, айтып тастағансың ғой, естілген. Жан Ислам, сен менен өшіңді алып отқан жоқсың ба? Анадан несі? Былай қарай алып кет, былай берсін, былай сен құлағына Сақалы болмаған құлағына бір түрлі үйрене алмай жатыр. құлағына боқтау